қайырлы күн, құрметті тыңдаушылар. Баламалы менеджмент пәнінен дәрісімізді бастаймыз. Сіздермен бірге аға оқытушы Тулеева Айгүл Жаманқұлқызы. Бүгінгі тақырыбымыз баламалы менеджменттегі ұйымның миссиясы мен мақсаттары. Бұл дәрісте келесі сұрақтар тізбегін қарастыратын боламыз. Көзқарасты қалыптастыру, кәсіпкерлік саласы мен миссиясын анықтау, бизнес мақсаттарын қою, мақсаттар иерархиясын құру. Ұйымның көзқарасы бұл ұйымның қызметі мен болашағының мағынасын бейнелі түрде бейнелеу. Ол барлық қызметкерлер мен жұртшылықтың түсіндіреді және көрсетеді. Ұйым дегеніміз не, ол қандай болу керек, ол не нәрсеге ұмтылуы қажет. Көзқарасты қалыптастыру жоғары басшылықтың міндеттерінің бірі болып саналады. Көру көкжиегі, яғни кәсіпорынның қалыптасқан имиджінің уақытындағы қашықтық кезеңі бірнеше айдан бірнеше жылға дейін әртүрлі болуы мүмкін. Ірі компанияның болашағы туралы көзқарас бұл елдегі саладағы саяси, экономикалық, әлеуметтік жағдай туралы, сондай-ақ осы жағдайдағы кәсіпорынның қалған жағдайы туралы түсінікті береді. Көру тек болашаққа қатысты, ол кәсіпорынды қажетті жағдайда жеткенде өзінің күшін жоғалтады және оны қайтадан тұжырымдау қажеттілігі туындайды. Миссия туралы мәлімдемеде қысқа динамикалық түсінуге оңай болу керек және келесі талаптарға сай болу керек. Яғни шабыттандыру керек, сурет сияқты қарапайым болу қажет, сенімді болу керек, стратегияны әзірлеуге негіз бола алатын бағдарларды қамтуы қажет. Мысалы, кода көзқарасында біз химиялық және электронды бейнелеуден әлемдік көшбасшы болғымыз келеді. Ксеркс көзқарасы бойынша көшіргіштен болашақ кеңсесіне дейін. Көзқараста ие болу бұл ұйым үшін құндылық қажетті шарт болып саналады. Ұйымның бірлігі мен корпоративтік рухты құру, мотивациялар, кәсіпорынның ұзақ мерзімді міндеттерін шешу. Миссия бұл бизнестің мақсатын, оның негізгі мақсатын көрсететін бизнес тұжырымдамасы болып саналады. Көріністен айырмашылығы миссия ұйымның тек қазіргісін сипаттайды, түрлі қызмет ауқымы, бәсекелестерден компанияның айырмашылығы бизнесті дамыту перспективаларын назардан тыс қалдырады. Миссия кәсіпорынның жай-күйін егжей-тегжейлі сипаттайды және әртүрлі ұйымдық деңгейлердегі мақсаттар мен стратегияларды әзірлеуге арналған нұсқауларды беріп отырады. Негізгі миссияның мынадай компоненттері бар. Кәсіпорын өндіретін өнімдер немесе қызметтер, яғни қанағаттандырған қажеттіліктер ауқымы, мақсатты тұтынушылар топтарының санаттары, басқару қолданбалы технологиялар мен функциялары, яғни тұтынушылардың қажеттіліктерін қанағаттандыру тәсілі, бәсекелестердің артықшылығы және бизнес философиясы. Ұйымның миссиясының мазмұнын анықтайтын негізгі компоненттерді сипаттамаларын келесі кестеден көрулеріңізге болады. Өнімдер немесе қызметтерде кәсіпорын шығаратын өнімдердің немесе қызметтері қандай деген сұрақтарға жауап береді. Мақсаттарды тұтынушылар санаттарында кәсіпорын мақсаттары тұтынушылары кім болады, нарықтағы сегменттері, алушылары кімдер, сол туралы сұрақтарға жауап береді. Технологияда кәсіпорын ең жаңа немесе дәстүрлі технологияларды қолдануға бағытталған ба, бәсекелестерді артықшылығында кәсіпорын бәсекелестермен салыстырғанда айрықша ерекшеліктер мен стратегиялық артықшылықтары қандай, философиясында кәсіпорынның маңызды құндылықтары, ұмтылыстар мен этикалық принциптері қандай, кәсіпорынның философиясы, мысалы, өз қызметкерлерін немесе клиенттерінің мүдделерін бірінші орынға қоятындығында және тағы басқаларында көрінуі мүмкін. Жалпы ұзақ мерзімді мақсаттарды қоюға тоқталатын болсақ, мақсат дегеніміз бұл кез келген ұйымның жұмысының соңғы нақты нәтижесі болып саналады. Жалпы белгісі әдетте нақты анықталған сандық сипаттамаларға ие емес, ауқымы мен уақыты бойынша кең мақсаттарды білдіреді. Ұзақ мерзімді мақсаттар кәсіпорынның бизнесте белгілі бір орынға ие болуының стратегиялық ниеттерін анықтайды. Менеджерлер табысқа жету және ұйымның тиісті бәсекелестік артықшылықтарын құру үшін маңызды деп санайтын әрбір негізгі нәтиже үшін жалпы ұзақ мерзімді мақсаттарын анықтап отыруы қажет.
Кәсіпорынның ұзақ мерзімді мақсаттарын анықтайтын 7 негізгі кеңістігі бар. Бірінші ол нарықтағы позициясы, инновация, маркетинг, өндіріс, қаржы, персоналды басқару және басқару. Басқару мақсаттары мен міндеттерінің саны мен әртүрлігі олардың құрамын анықтауға жүйелік көзқарастарды талап етеді. Тәжірибеде тексерілген ыңғайлы құрал ретінде сіз мақсаттар ағашының түріндегі үлгіні пайдалана аласыз. Мақсаттар ағашының көмегімен олардың реттелген иерархиясы сипатталады. Ол үшін негізгі мақсаттың ішкі мақсаттарға дәйекті ыдырауы келесі ережелерге сәйкес жүзеге асырылып отырады. Жалпы мақсат түпкілікті нәтиженің сипаттамасын қамтуы қажет. Жалпы мақсаттың иерархиялық құрылымға кеңейту кезінде олар әрбір келесі деңгейдің ішкі мақсаттарын іске асыру алдындағы деңгейінің мақсаттарына жетудің қажетті және жеткілікті шарты болып табылатындығынан шығады. Әрбір деңгей ішкі мақсаттар бір-бірінен тәуелсіз болу керек және бір-бірінен алынбайды. Мақсат ағашының негізгі белгілі бір уақыт шеңберіндегі белгілі бір жолмен аяқталуы мүмкін, жұмыс тұжырымдауы білдіретін тапсырмалардан болуы қажет. Бөлу деңгейлерінің саны қойылған мақсаттардың ауқымымен, күрделілігімен және ұйымдық құрылымға байланысты болып табылады. Мақсат қоюдың маңызды сәті мақсаттардың иерархиясы ғана емес, сонымен бірге олардың белгілі бір уақыт кезеңіндегі даму динамикасын модельдеу. Кәсіпорынның ұзақ мерзімді жоспарларын жасау кезінде динамикалық модельдер қолданылады. Осымен бүгінгі дәрісімізді аяқтай отырып, назар салып тыңдағандарыңызға рахмет. Келесі кездескенше сау сәлеметте болыңыздар.